Бүгін мен өткен мен болашақтың тоғысқан таңғажайып сән көрсетіліміне қатыстым. Бүгінгі көрме заманауи дизайнерлі көйлектер мен ғасырдан астам тарихы бар коллекцияларды біріктірді. Сұлулық пен шеберліктің ұрпақтан ұрпаққа қалай берілетінін көріп таң қалдым. Подиумда Айтгүл сән үйі Қыз жібек топтамасы, Гүлшат Жолдыбай Аягөз топтамасы, премиум ателье іңкәр топтамалары өздерінің заманауи туындыларын дүйім жұртқа паш етсе, 100 жылдық бірнеше ғасырлар бойы сақталған көне бұйымдар көрсетілді. Әр туындының өзіндік тарихы және дәуірі шабыты бар. Осы мұраны болашақ ұрпақ үшін мұқият сақтаған баршаңызға алғыс айтам, және осы іс-шараға шақыртылған анам да өзінің сізге сыйлық ұсынбақшымыз. Ғалымхан апа, сізге де Сарыағаштағы әділет шипажайына барып денсаулығыңызды түзеп демалып қайтасыз. 100 жылдық сақталған қайнатасының аң аулайтын қақпанын, енесінің жіп иірген ұршығын әкеліп көпшілік жұртқа көрсетті. Бүгін міне көне жәдігер үлкен шара ұйымдастырып, менің анамға да Сарыағашқа жолдама берілді. Өте қуаныштымын. Мына іс-шараңыз деген рахмет, осындай қыз адамды жинап, сыйлап атқандарыңызға. Талаптарыңыз таса берсін, өнерлеріңіз өсе берсін. Дендеріңіз сау басыңыз аман болсын. Бүгін іс-шараға апа айтыңыз, келдіңіз. Сау болың, келемін, отырамын, ойнайын, деген ой болған жоқ, бірақ келдік қой. Сарыағашқа сізге жолдама берілді, иә? Демалып келіңіз. Өте жақсы өтті дейміз. Енді жәдігерлерімізді барлығы адам ұмытпау керек. Ешқашан бізді ұмытпай баламызға жеткізуіміз керек барлығында. Жәдігерлерін ешқашан ұмытылмайды. Өзіміз өмірде пайдалануымыз керек. Саламатсыздар ма? Көңілге күшті, керемет. Жақсы өтіп жатыр. Әркімнің енді қол өнері әртүрлі. Дегенмен де жақсы, қарқынды, керемет бәрі.